Сәлем достар, суретте көздеріңізге бірден түскен ағашты таңдап, өзгелерге қандай адам болып көрінетініңізді біліңіз. Бірінші ағашты таңдаған болсаңыз, сізді өзгелер жұмсақ, биязы мінезді адам ретінде таниды. Жүрегіңіздің нәзіктігі, жаныңыздың мейірімділігі жаныңыздағы адамдарға ұнайды. Қиын сәтте жақындарыңыздың жанынан табылатын жан екеніңізге өзгелер сан мәрте көз жеткізген. Сол себепті ортаңызда сыйлысыз, құрметтісіз. Екінші ағашты таңдаған болсаңыз, сіз өзгелер үшін әрдайым көңілді жүретін, мұңаюды білмейтін, жаныңыздағыларға көтеріңкі көңіл-күй сыйлайтын адам ретінде таниды. Сіздің жаныңызда жүріп, сізбен бір сағат сырласқан адам барлық мұң-мұқтажын ұмытып, сіз сияқты өмірге позитивті көзқараспен қарай бастайды. Осы мінезіңіздің арқасында достарыңыз өте көп. Үшінші ағашты таңдаған болсаңыз, неткен қарапайым адам. Мына заманда осыншалық қарапайым адамдар бар ма? Сіз туралы өзгелер осылай ойлайды. Сіздің қарапайым мінезіңіз өзгелер үшін жұмбақ. Қолыңызда ақшаны ұстап жүрсеңіз де, қарапайым киініп, қарапайым болып жүргенді жақсы көресіз. Төртінші ағашты таңдасаңыз, сізді өзгелер шыдамсыз, мазасыз, айтқанын істетпей қоймайтын, өздігінен жүретін жан деп ойлайды. Басқа адамдар өздерін сіздің жаныңызда еркін ұстай алмайды, өйткені сізде лидерлік мінез басым. Бесінші ағашты таңдаған болсаңыз, сіздің мінезіңіз өзгелер үшін түсініксіз. Өйткені күліп отырып мұңая саласыз, мұңая отырып қуануыңыз тез. Қазір бір істі бастап отырып, екінші бір іске ауысып кетуіңіз мүмкін. Жағыну, жалпақтау дегенді мүлдем білмейсіз. Алтыншы ағашты таңдаған болсаңыз, дәл осы ағашты таңдаған адам өзгелердің көзіне сүйкімді болып көрінеді. Өте тартымды жандар. Сөйлеген сөзімен, өз-өзін ортада дұрыс ұстауымен ерекшеленеді. Өзіңізді жоғары бағалайсыз. Жаныңыздағы адамдар әрдайым сіз туралы тек жағымды пікірлер айтады. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.